Барлығыңа сәлем достар. Бүгін біз 2011 жылғы фантастикалық «Чародей и белая змея» фильмінің сюжетін талдайтын боламыз. Фильм қызықты болу үшін соңына дейін көріңіздер. Фахай есімді монах пен оның шәкірті Нинджен храмнан шығып жазғы уақыт кезінде қар жауып жатқанына таңғалады. Олар қаһарлы жауды мұзды гарпияны байқайды. Ол өзімен бірге қысты аязда әкелген болатын. Шәкірті жауды өлтірмекші болды. Бірақ сиқыршы жігітті бірден қатырады. Гарпия сиқырлы қылышымен шабуыл жасайды. Монах екеуі тең дәрежеде күреседі. Сиқыршы монахқа үшкір мұздарды лақтырғанда, ол оны қылышымен тоқтатты. Кейін монах сиқырлы артефакты алып, қыздың жанын баурап алады. Нинджен мұғалімнің бұйрығымен көптеген мықты жындар құлыптаулы болған Лэйфен деп аталатын түрмеге сиқыршыны қамайды. Екі жылан қыздар орманда көңіл көтеріп жүр. Ақ жыланның есімі Сусу, ал жасыл жыландікі Цинцин. Бұлар 1000 жылдан астам өмір сүрген өте мықты жындар. Олар үлкен қорқынышты жыландардың немесе ақ терісі мен ұзын қара шаштары бар әдемі қыздардың көрінісін ала алады. Қыздар емдік өсімдіктерді іздейтін бірнеше топ адамдарды байқайды. Олардың арасында Сюсян есімді жас жігіт болды. Жасыл жылан аздап қорқытуды шешті. Сюсян суға құлап, Цинцин болса күле бастайды. Сусу, егер оған көмектеспесе, жігіттің өлетінін түсінді. Ол әдемі қызға айналып, суға түседі. Сусу батып жатқан жігітті тереңдіктен көтеріп, өкпесін ауамен толтыру үшін ернінен сүйеді. Сюсян көзін ашып сүйкімді жаратылысты көріп, бір сәтке қуанады. Достары жігітті судан шығаруға көмектеседі. Ол есін жиып қыз туралы сұрайды. Бірақ қалғандары ешкімді көрмедік деп жауап береді. Ақ жылан оларды бүйірден бақылап, адамдарды ұнатып қалады. Бүгін жақын маңдағы шағын қалада жергілікті мереке атап өтіледі. Онда ауданның барлық тұрғындары жиналады. Фахай шәкіртімен бірге жын өлтірген адамды көреді. Олар құбыжықтың мерекеде қырғын ұйымдастыратынын түсініп, тезірек сонда асығады. Сюсян оларға қайықпен қалаға дейін жүзуге көмектескен кезде монахтар онымен танысады. Тасбақа жынмен және қоян жыны өмірлік күш қуаты жігітмен Сусудың сүйіскенде пайда болғанына сенімді. Сондықтан ақ жылан оны ұмыта алмайды. Қыз әпкесін мерекеге шақырып, сүйіктісін тағы бір рет көргісі келеді. Онда барлық елді мекендердің тұрғындары болатынын біледі. Жыландар адам кейпіне еніп, мерекеге қалаға асығады. Шәкіртті жындарды тезірек табу үшін бөлінуді шешеді. Артефакт жақын қашықтықтағы жындардың бар екенін көрсетеді. Бірақ ол тек әдемі бейтаныс қызды көреді. Жігіт әдемі кейіптің артында қауіпті жын бар екенін білмейді. Жігітті Цинцин ұнатып қалады. Бірақ ол мұғалімнің бұйрығымен құбыжықтарды іздеуге асығады. Кейін жасыл жылан Сюсянды кезіктіріп, жігітті әпкесі қызықтырғанын айтады. Жас жігіт әпкесін білмеймін деп жауап береді. Цинцин болса суға секіріп, қайықты Сусу күтіп тұрған жерге қарай итереді. Қыз Сюсянға деген қызығушылығын мойындайды. Бірақ жігіт жыланды танымай кеткісі келді. Ол өзінің өмірін сақтап қалған қызға ғашық екенін айтады. Ақ жылан жас жігіттің ол туралы сөйлеп жатқанын түсініп, оны суға итеріп артынан секіреді. Сусу тағы да жігітті құмарлықпен сүйеді. Ол болса алдында сол қыз тұрғанын түсінеді. Жасыл жылан Ниндженге жанында адамдардың қанын ішетін мықты жындар тобы бар екенін көрсетеді. Жігіт болса батылдықпен ұрысқа шығады. Оқушы барлық құбыжықтарды жеңеді. Бірақ ең мықты жын оны ұстап мойнынан тістейді. Мұғалімі көмекке келіп, шәкіртін тістеген вампирмен күреседі. Жын Фахайды тікелей жанартаудың саңылауына апарады. Онда шебер жауды жанып тұрған лаваға лақтырып құлатады. Сусу жігіттің үйіне келіп, онымен әрқашан бірге болуды шешеді. Фахай вампир тістеген шәкіртін емдеуге тырысады, бірақ ештеңе қолынан келмейді. Нинджен жынға айнала бастайды. Ол тауға барып, онда өмірін қиғысы келді. Бірақ жасыл жылан пайда болып, досына жаңа кейіпін білуге көмектеседі. Цинцин өзінің жыны екенін жеткізеді. Сусу мен Сюсян үйленіп, қыз оны уақытша адамдар кейпіне айналған жындармен таныстырады. Фахай жындарды іздеп жасыл жыланды өлтіруге аз қалғанда, соңғы сәтте Нинджен пайда болып қызды денесімен жабады. Шебер өзінің бұрынғы оқушысын аяп, кетулеріне мүмкіндік береді. Уақыт өтіп, Фахай жындар шабуыл жасаған ауылға келеді. Көптеген тұрғындар қайтыс болып, қалғандары қатты уланып өлім үстінде жатады. Шебер бұл адамдарды құтқару мүмкін емес екенін түсінеді. Бірақ Сюсян мұны оларды емдеуге тырысып, шөптермен ем дайындайды. Сусу оған көмектесуді шешеді. Ол шөптік емге бірнеше 100 жылдық өмірі кетсе де, өзінің күшін жұмсайды. Сюсян ауыл тұрғындарын ғажап түрде емдей бастайды.
Фахай мұны қалай жасадың деп сұрайды. Сюсан әйелі көмектескенін жеткізеді. Шебер әйелінің ерекше қыз екенін түсініп, жігітке зұлым рухтардан қорғану үшін сиқырлы қанжарды береді. Фахай ақ жыланды тауып, оны шайқаста жеңеді. Сусу адамдарға көмектескені үшін ғана Манах оны жіберуге шешім қабылдап, келесі жолы мұндай жомарттылық танытпайтынына уәде береді. Үйде Сюсан жұбайына оған сыйлаған шарапта келеді. Бірнеше жұтым ішкеннен кейін қыз бұл сусынның басты қасиеті жыландарды қорқытатынын түсінеді. Сусу басқа бөлмеге қашып кетіп, онда ол өзінің алғашқы келбетін қабылдайды. Шатырдың үстінен Фахай кіріп, жынмен күреседі. Сюсан оның әйелі екенін білмей, жыланды сиқырлы қанжармен жарақаттайды. Шебер жынды ұстауға тырысқанда ол қашып үлгереді. Фахай таңғалған жігітке ежелгі жынға үйленгенін жеткізеді. Сиқырлы қанжардың жарақатының кесірінен ақ жылан өмірлік күшін жоғалтып, адамның келбетін қабылдай алмайды. Жын тышқан Сюсанға Лэйфэн тауында өсетін сиқырлы тамыр ғана сүйіктісін құтқара алатынын жеткізеді. Жігіт ішіне кіре алып, сиқырлы тамырды алып, оны тышқанға береді. Соның салдарынан ол мұнда түрмеге жабылған барлық зұлым жындарды босатады. Ал рухтар жігітке енеді. Ондаған монахтар храмның ішіндегі жігіттің денесіне кірген жындарды ұстауға тырысады. Сиқырлы тамыр көмектескен Сусу әпкесімен бірге оралып сүйіктісіне көмектесуге асығады. Монахтар жындарды қайта қамауға тырысып жатқанда, адам кейпіндегі жыландар Фахаймен күреседі. Жекпе-жектен ұтылғаннан қыздар монахтардың бірге храмды су тасқынымен басып тастайтынын жеткізеді. Шебер үлкен жыландармен күресті бастайды, ал шәкірттері үлкен толқындардан қашуға тырысады. Қалған монахтар демдерін су астында ұзақ ұстай отырып, Сюсанның айналасында тірі тізбек құрайды. Тышқан жындар оларға шабуыл жасап, тізбектерді бұзып Сусудың ішіне кіруіне мүмкіндік береді. Ол жігітті құтқарып сүйіктісін жағаға шығарады. Бірақ Сюсан естелігінен айырылып, қызды есіне түсіре алмайды. Сусу бұл жағдайды Фахайдан көріп, қайғыдан жылайды. Синсин әпкесі үшін кек алуды шешіп, үлкен жыланға айналып Манахты жұтады. Алайда шебер денесін ішінен жыртып күшсіз жартасқа құлайды. Ол жын периге айналып Манахтарды судан құтқарған шәкіртін көреді. Кейін Нинджин жараланған Синсинді жағаға шығарады. Фахай әлемдегі жындардың бәрі бірдей зұлымдық емес екенін түсінеді. Сусу қалған күштерін жинап, шеберге үлкен толқындар жібереді. Манах барлық шабуылдарды қайтарып, зындан ғибадатханасын жасап, ақ жыланды мәңгіге қамайды. Сусу Буддадан сүйіктісін соңғы рет көруді өтінеді. Бұл қоңырауды Фахайда естіп, ғибадатхананы жерден жоғары көтеріп, қызға Нинджинмен кездесуге мүмкіндік береді. Сүйіскеннен кейін жігіт бәрін есіне түсіреді. Бірақ зынданның күші жыланды қайта өзіне тартып, Сюсан оны ұстай алмай жұп мәңгіге айырылады. Көптеген жылдар бойы жігіт ғибадатханаға келіп, жалғыз махаббатын еске алады. Бүгінге осы. Фильм ұнаса, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Киношолу арнасы, келесіде кездескенше.